Тарихта кейде бір ғана парақ қағаз бүтін бір дәуірдің тағдырын өзгертеді. 1990 жылдың 25 қазанында қабылданған егемендік декларациясы дәл сондай маңызды құжат. жылдың сәуір айы одақтас республикалардың КСРО құрамынан шығу мәселесін реттеу туралы заң қабылданады. Осы ретте Қазақ КСР жоғарғы кеңесі де шұғыл комиссия жасақтайды. Мақсат дербестік декларациясын дайындау. Аталмыш топтың тізгінін атақты заңгер, академик, өзі де жоғарғы кеңестің депутаты Салық Зиманов ұстайды. Зиманов бастаған арнайы депутаттық құрамда ғалымдар, заңгерлер және түрлі сала мамандары болды. ТМД мемлекеттердің мықты заңгерлермен кездесіп, сұхбаттасып, жұмыс істеу барысында олар үшін егер Салық Зимановичтің ұсынғаны немесе Салық Зимановичтің еңбегінде жазылған деп дәйектеу қолданатын болсаң, ол жерде негізі қарсылас пікір туындау өте сирек. Ең салмақты пікір біздің заңгерлердің ішінде кеңес одағы кезінде Салық Зимановичтің пікірі болды. Сол бір тарихи оқиғаның куәгері заң ғылымдарының докторы Салахиддин Сабикенов декларация жобасы туралы былай деп еске алыпты. Біздің дайындаған декларацияда негізгі мәселе былай қойылды. Қазақ ұлты өзінің байырғы жерінде өзін-өзі тану құқығын пайдаланып, Біріккен ұлттар ұйымының барлық нормативтік документтерді пайдаланып, өзінің байырғы жерінде егеменді мемлекет құрады деген пункт болды. Бұл бірінші пункт. Екіншісі, қазақ тілі мемлекеттік тіл болып саналады деп нақты жазылды. Егемендік туралы декларация ол 25 қазан деп білетін болсақ, қабылданған күні бұған дейін оған жеткізген, оған алып келген үлкен дайындық жұмыстар жүргізілген. Ең бірінші маңызды фактор ол 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі. Одан кейінгі саяси, қоғамдық процестер елдегі демократиялық қозғалыстарға, процестерге ерекше ықпал етті. Соның бір ретінде мына 1989 жылы қабылданған қазақ СССР-дегі тілдер туралы заң. Онда қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе берілді. Осылайша ұлттың сөзін сөйлер игі жақсы сол шақта іштей ұғыса, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара жұмыс қылды. Бөлінгенді бөрі жейді деп бұра тартқандарға тізгін бермей еркіндік жолын таңдады. Өйткені күн тәртібінде қалайда дербестік декларациясын қабылдау ісі тұрды. Дегенмен қарсы тарапта әзер тұрған болатын. Демократиялық Қазақстан деп аталатын тағы бір депутаттық топ құрылды. Дәл осы топ мүшелері Кремльге кіріптар болуды көксеп, бүйректен сирақ шығарады. Қарсы айтылған пікірлерге Салық Зиманов, Сұлтан Сартаев секілді білікті заңгерлер тереңнен толғап, тас түйін аргументтер келтірді. Негізсіз даудамайды өршітпей сабырмен жеңіп отырды. Алайда пікір қайшылығы баспасөзде де көрініс тапты. Жұмысқа әрекет, жырынды саясат ұстанған топ КСРО-ны конфедерация ретінде қайта құруды ұсынып жатты. Белгілі публицист Марат Тоқашбай ол уақыттағы пікір қайшылығын былай деп сипаттайды. Сол кезде қоғамда одақ керек пе, керек жоқ па, бұл одақ федерациялық бола ма, жоқ конфедерация бола ма, осы төңірегінде өте көп айтыс тартыстар болып жатты. Енді бірқатар күштер Қазақстанның кеңес одағының құрамында қалғаны дұрыс болады. Ол федерация түрінде мемлекет құрылуы керек, соның құрамында болу керек деген үндер естіліп жататын. Алайда 1990 жылы күзге қарай Қазақстанның егемендігі туралы декларация соған әзірлік, соның жобаларын жасау қатты белең алды. Сол кезеңнің куәгерінің бірі 1990 жылы жоғары кеңестің 12-ші шақырылымда депутат болған Рымбек Жүніс ағамыздың естелігінде де қарсы тарап кедергі жасап баққан. Бұл жұмыс өте ауыр болды, және біздің өмірімізде, Қазақстан өмірінде декларация қабылдау тұңғыш оқиға еді. Бұрын Совет одағының айтқанымен жүріп келдік, Мәскеу съезде не қабылдайды, біз соны орындаушы болдық. Ал бұл жолы азаматтың азаматы сынға түсер сәт. Сондай жағдайда көп қазақ азаматтарының ұлт үшін, ел үшін жұмыс жасағандардың ортасында болғанымды мен өзім бақытым деп санаймын. Сонымен не керек? Жоғары кеңес егемендік туралы декларацияны 1990 жылы 25 қазан күні кешкі сағат 6-дан 55 минут кеткенде қабылдайды. Дауыс беру кезінде 360 депутаттың 251-і декларацияны қолдап, 18-і қарсы дауыс береді. Тәуелсіз мемлекет ретінде біз
ең бірінші осы декларацияны қабылдауымыз сол кездегі мемлекеттің билік жанында жүрген тұлғалардың мықтылығымен байланыстыруға болады. Сонымен қатар заңгерлердің өте мықты тәжірибелік консультациясы деп ойлаймын мен. Белгілі математик, ғалым, қоғам қайраткер Асқар Жұмаділда да осы тарихи оқиғаның қатысушыларының бірі. Депутаттардың ішінде ең жасы мен болдым да, сен жақсы есептейсің деп мені жаңағы дауысты санап отыруға сайлап қойған. Ол кезде компьютер жоқ болады. Қазір компьютер дейтін кез келген бала біледі. Ал декларация компьютерсіз қабылданған. Депутаттар қолдарын көтереді. Құшақтаған депутаттарды санап, өзімді де қосып хаттамасын жаздым. Сол құжаттың соңындағы хаттамада менің қолым тұр деп естелік айтады қоғам қайраткері. Егемендік декларациясы дәл осы ғимаратта қабылданды. Бүгінде Қазақ-Британ техникалық университетінің бас корпусы саналады. Қазақ КСР жоғарғы кеңесі 1957 жылдан бастап осы жерде отырған болатын. Декларация латын сөзі декларатио, яғни мәлімдеу, хабарлау деген мағына береді. Декларацияның заңды күші болмайды. Дегенмен декларация мемлекеттік саясат пен құқықтық халықаралық қарым-қатынастардың негізгі принциптерін салтанатты түрде жариялайтын немесе елдің саяси экономикалық даму принциптерін мәлімдейтін мемлекеттік құжат. Жалпы әлемдік тәжірибені алып қарайтын болсақ, дүние жүзінің жалпы тарихын алып қарайтын болсаңыздар, естеріңізде бар шығар, бұл Америка құрама штатының тәуелсіздік туралы декларациясы және Франция мемлекетінің кезіндегі декларациясы. Жалпы декларация деген өзін атауынан көрсетіп тұр, паш ету дегенді білдіреді. Яғни сол арқылы тәуелсіздікті паш етіп, жарияланып, біз әлемдік деңгейге басқа мемлекет ретінде пайда болдық дегенді дәлелдеу үшін бұл өте үлкен маңызды құжат. Асқар Жұмаділда ағамыз егемендік декларациясын қабылдаған кезде билік ішінен аса үлкен қайрат көрсеткен тұлғаларды ұмытуға болмайтынын айтып жүр. Декларацияны қабылдаған парламент, одан кейінгі тәуелсіздік туралы заңды қабылдағанда парламент, яғни бұрынғы жоғарғы кеңес. Ал оның басшылығында болып қолдау көрсеткен азаматтар Ерік Асанбаев және Серікболсын Әбділдин. Міне осы екі тұлғаның есімін айтып, жастарға ұқтыру қажет, дейді ғалым. Мемлекеттік егемендік туралы декларацияда не жазылды? Құжаттың алғашқы жолдарында қазақ даласы бөлінбейді. Оның территориялық тұтастығына ешкімнің қол сұғуына құқығы жоқ деп бірінші баптан бастабақ тайға қаңба басқандай жазылады. Сондай-ақ Қазақстан халқы Қазақ КСРіндегі егемендіктің жалғыз иесі. Қазақ КСРінің аумағы бөлінбейді және қол сұғылмайды. Қазақ КСРінің маңызды міндеттерінің бірі ұлттық мемлекеттілікті қорғау және нығайту. Қазақ КСР халықаралық қатынастардың дербес субъектісі ретінде әрекет етеді және өзінің мүдделері үшін сыртқы саясатты дербес айқындайды. Қазақ КСР аумағында Қазақ КСР конституциясы мен заңдары үстемдік етеді деген ұғымдар мен түсініктер нақпа-нақ анық көрсетіледі. Оның әр жолы қазақтың нағыз ұлтшыл қайраткер азаматтарының жүрегінен шықты десек болады. Декларация, сол кездегі егемендік декларациясы, оның ішінде жазылған нормалар, биліктің тармақтарының бөлінісі, әр мемлекеттік билік органдарының негізі дұрыс қаланған. Сонымен қатар біз өзіміздің жеріміздің меншіктігін иемденіп қалдық. Яғни шекарамыздың бөлігін анықтауға да белгілі құқықтық негіз құра алдық. Бұл шапшандық, саяси шапшандық, сонымен қатар құқықтық шапшандық болды. Қазақстан Республикасының президент архиві қызметкерлерінің айтуынша, Қазақстан Республикасы президенті архивіндегі декларацияның көшірмесі құнды құжат болып есептелінеді. Бұл көшірмемен кез келген зерттеуші осы тарихи кезеңді зерттеуге қызығушылық білдірген азамат таныса алады. Егемендік декларацияға жаңа айтып өттік қой, бірден келе салған жоқ қой. Бұл өзінің эволюциялық даму жолы бар. Бұны біз қазір 25 қазан деп, республика күні деп, сол қабылданған күнімен есептейтін болсақ, оған дейін қаншама тер төгілді, оған саяси интеллектуалдық жұмыс жүргізілді. Декларацияда басы ашық көрсетілген мәселелердің бірі ол жергілікті ұлттың статусына қатысты ұстаным еді.
кіріспе бөлімінде жазылған қазақтың ұлттық тағдырын ескере отырып деген жалғыз ауыз сөз мемлекет құраушы ұлттың мәртебесін айқындап берді. Осыдан болса керек, кейбір тарихшылар бұл декларацияға шағын конституция деп баға береді. Ендігі бір мәселе республиканың атауына қатысты туындады. Қазақ елі дейміз бе, қазақ дейміз бе деген сөздерді негізінен ұлты қазақ депутаттар айттық. Совет одағының өзінде қазақ СССР болған, неге біз қазір қазақ елі демейміз, қазақ мемлекеті демейміз деген сауалдар болды. Оған көп жұрт көнген жоқ. Содан тартыс 3-ші күнге созылған уақытта енді атауды қалай қабылдаймыз дегенде Мұрат Әуезов айтты: сізге де, бізге де, бәрімізге ортақ болсын, Қазақстан деп қабылдасақ қалай болады деді. Сонымен Қазақстан Республикасы дегенге тоқтадық. Екі мың 2009 жыл парламент бірқатар конституциялық заңдарды қайта түзеткен болатын. Өзгерген құжаттардың арасында мемлекеттік мерекелер туралы заң да бар. Президент жарлығымен сол жылы 25 қазан күні мемлекеттік мереке мәртебесінен айырылып, атаулы күндер тізімінен түсіп қалды. Бірақ тарихтың өзі тасқа қашаған кейбір оқиғаларды адам санасынан өшіргенімен, уақыттың жадынан өшіру мүлде мүмкін емес. 2022 жылдың 16 маусым күні ұлттың ұясына баланған Ұлытау жерінде тұңғыш рет ұлттық құрылтай өтті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев көпшіліктің көкейінде жүрген асқақ бір ойды сол күні ашық жария қылды. Мен республика күніне ұлттық мереке мәртебесін қайтаруды ұсынамын. Сондықтан қазанның 25 күні жыл сайын егемендік күнін еліміздің басты мерекесі ретінде атап өтуіміз керек. 1990 жылы 25 қазанда Қазақстанның егемендігі туралы декларация қабылданды. Бұл еліміздің тәуелсіздік жолындағы тұңғыш қадамы болатын. Осылайша республика күні ұлттық мереке ретінде қайта оралуы тарихи әділеттілік орнағанын айқындайды. 1991 жылдың 16 желтоқсанында еліміздің дербестігі жайында заң қабылданды. Негізгі заңымыз тәуелсіздік туралы заң қабылдану үшін, тәуелсіз мемлекет құру үшін, тәуелсіздігімізді бүкіл әлемге жариялау үшін 1990 жылы 25 қазанда қабылданған мемлекеттік егемендік туралы декларация негіз қалыптастырды деп айта аламыз. Осы декларация аясында әрі қарай тәуелсіздігіміз туралы заң қабылданды. Сондықтан біз осы күннің маңызын, осы декларацияның маңызын халыққа айтып түсіндіріп, көбірек насихаттауымыз керек. Қазақстан Республикасы парламенті сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев. Декларация Қазақстан Конституциясының негізіне айналған алғашқы құжат. Қазақ тәуелсіздігінің қалыптасуында егемендік декларациясының тарихи рөлі қашанда маңызды. Республика күнінің қайта оралуы ескі мен жаңаның, тоқырау мен дамудың арасындағы елдік таңдаудың жарқын символы. Мінекей достар, республика күнінің қысқаша тарихы туралы мәлімет осындай. Сіздермен 1990 жылы декларация қабылдар сәттегі елеулі оқиғалар мен Қазақстан қоғамын өзгерткен жаңалықтарды еске түсірдік. Егемендіктің қабылдануына ерекше еңбек сіңірген тұлғалар жайында білдік.